Пицца жасау үшін бізге ұн, сұйық май, су, дрожж және де тұз керек. Ең бірінші кезекте ұнымызға тұзымызды салып аламыз керегінше. Дрожжымызды саламыз. Сұйық майымызды құямыз. Қанша көлемде керек екенін мен описанияға жазатын боламын. Және де суымызды құямыз да жұмсақ қамыр илейміз. Суымыз салқын болмауы керек, сәл ыстықтау болу керек. Міне осындай қамыр дайын болды, өте жұмсақ. Енді бетін салафанмен жауып, ауа кіргізбейтіндей бетін жауып, жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Қамырымыз осындай әдемі болып көтерілді, ал енді басын біріктіреміз. Ал енді қамырымызды зуалаға бөлеміз. Менде 5 зуала шықты, яғни 5 пицца. Ал енді пиццамызды дайындауға кірісеміз. Пиццаның жасалу жолы менде видеода түспей қалған, мен ауызша айтып өтетін боламын. Ыдысымызды алып, ішіне кетчуп пен майонезімізді біріктіріп араластырып аламыз. Бұл бізге қамырды жайғаннан кейін бетіне жағу үшін керек болады. Қызанақтарымызды да турап аламыз. Ал енді жаңағы айтқандай кезекпен пиццамызды жасап бастаймыз. Ең алдымен қамырды алып, бетіне жаңағы араластырған кетчуп майонезді жағып, қызанақты қойып, одан сосисканы қойып, қайтадан бетіне кетчуп пен майонезді жүргізіп өтемізде 180 градус қызып тұрған пеште 10 минут пісіріп аламыз. Көп ұстаудың қажеті жоқ. Қамырымыздың асты қызарып піссе болды. Піскеннен кейін шығарып, бетіне үгітілген сырды салып, тағы 2-3 секундқа духовкаға салып аламыз. Өстіп сыры ерігеннен кейін алып, ыстықтай жесеңіздер өте дәмді болады. Қамыры өте жұмсақ, әдемі көтерілген. Байқасаңыздар, өте тәбет тартатын әдемі пиццалар дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер, еш өкінбейсіздер. Ас болсын.